Үкімет халыққа құрылысшыларды жау етіп көрсетіп отыр. Қазақстан құрылысшылар одағының төрағасы осындай мәлімдеме жасады. Нарықтағы бағаны реттей алмай отырған соң министрлер кабинеті антимонополияны араға салып, өздерінен кінәні ысырып тастауда деген уәж айтты. Ал даудың басы бәсекелестікті қорғау агенттігінің 2021 жылғы қорытынды есебінен шықты. Онда еліміздегі 15 құрылыс компаниясы өзара келісіп алып, баспана құнын 20%-ға қолдан негізсіз көтеріп жіберген айтылған. Құрылыс компанияларының құйтырқы әрекетін кешелі бері қоғам жерден алып жерге салып жатыр. Көпшілікті күйдіргені бұл ғана емес, әйдейтін агенттіктің әрекеті. Бәсекелестікті қорғау агенттігі құрылыс компанияларына жаза ретінде небәрі 10 миллион теңге айыппұл салған. Сондағысы әр компанияға 650-700 мың теңгенің айналасы. Күлкілі сома, бірақ жауаптылардың бұған айтар уәжі бөлек. 10 миллион теңге айыппұл, бұл жоғарыда айтқан құрылыс компанияларға қатысы жоқ, яғни олардың бағаны өзара келісіп бір деңгейде ұстап тұруына мүлдем қатысы жоқ. 10 миллион теңге айыппұл тек қана бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі жалпы құрылыс нарығындағы компаниялардан керек ақпаратты өзіне сұратқан кезде бермеген үшін салып отыр. Қазақстан құрылысшылар одағының төрағасы құрылыс компаниялары бармақ басты көзқысты әрекетке барды дегенге сенбейді. Нарықта баға бетімен кеткен соң үкімет кінәні өзінен ысырып, құрылыс компанияларын құрбан етіп отыр деген пайымда. Бір-бірімен бәсекелестік болғаннан кейін олар келісе алмайды. Олар клиент үшін олар бір-бірімен күресіп жатыр. Үкімет тарабынан, басқа да мемлекет тарабынан бүкіл жаңа кемшілікті осы құрылыстарға жарап жатыр. Халықтың алдында, азаматтардың алдында қазір құрылысшыларды бір жаңағы жау ретінде көрсеткісі жатыр. Қайткен күнде де баспана бағасы алдағы 2-3 жылда арзандайтын түрі жоқ. Себебін саусақпен санап тауыспайсың, десе де негізгілері мыналар. Құрылыстың ішінде маман деген өте сондай аз. Сондықтан құзыретті мамандарды ұстап қалу үшін олардың жалақысын бәрі көтеру керек. Өйткені өмір қымбаттап жатқаннан кейін, азық-түлік қымбаттап жатқаннан кейін. Сонда әрине олар жалпы шаршы метрдің бағасына әсер береді. Сондықтан осы екі мәселені шешсек, ол әрине баға тұрақтандырылады. Ал өткен жылы мына тізімдегі компаниялардан үй сатып алған тұрғындар өз құқықтарын қорғап, кәсіпкерлерді сотқа бере алады дейді заңгерлер. Тұрғын үй иелері әрі қарайда наразылығымыз бар, әрі қарайда құқығымыз бұзылды деп есептеп санаған жағдайда еліміздегі азаматтық кодекс немесе азаматтық процессуалдық кодекс және кәсіпкерлік кодекстің кодекстарда көрсетілген нормаларға сай тиесілі жазаға ірі компанияна тартылуы мүмкін. Айғаным Достанбай, Ермек Махметов, Айбат жаңалықтар қызметі.